жалпы енді бағанағы бері айтып жатырмыз, не металдардың өндіруінің 3 әдістерін қарастырамыз деген болдымыз. Ол пирометаллургия, гидрометаллургия және де электрометаллургия. Бүгін біз гидрометаллургия туралы айтатын боламыз. Гидрометаллургия ол металдарды олардың тұздарының ерітіндісінен алу. Яғни бұл қалай деген сөз? Яғни ол үшін бізге сол руданың ішіндегі металды не істеу керек? Ерту керек, яғни ерітіндіге ауыстыру керек. Сосын барып оны жерден біз не таза металды біз бөліп алады екенбіз. Ол үшін жаңағы біздің рудамызды аламыз да, рудамызды алып, оны не істейміз? Жаңағы H2S4 ерітіндісіне ерітеміз. Яғни рудамыз ол бізде қатты зат, как будто тас сияқты болып тұрады ғой. Біз оны аламыз да не істейміз? H2S4-ті ерітеміз. Сол кезде бізде не пайда болады екен? Сол руданың ішіндегі металл не істейді? S4-бен реакцияға түсіп сульфаттар түседі екен. Потом оны біз ерітіндіге өткеннен кейін, ол қатты күйден ерітіндіге өткеннен кейін, ары қарай біз оны не істейді екенбіз? Жаңағыдай ары қарай онымен біз таза металдарды бөліп алады екенбіз. Одан ары қарай ол не істейді? Яғни алынған купр МС4-ті біз не істейміз? Алынған купр МС4-ті ары қарай біз не істейміз? Электролиздеу әдісі арқылы таза металдарды бөліп алсақ болады. Мысалы, осыған купрынды алсақ болады. Сонымен қатар мырышты да дәл осылай алсақ болады. Мысалы, цинк О плюс H2S4 дейсің да, не істейсің? Цинк С4. Яғни алынған цинк С4-ті не істейміз ары қарай? Жаңағыдай электролиздеу арқылы алады екенбіз. Осындай металдардан бөлек тағы да күміс, күмісті алуға болады екен, мырышты алуға болады, қазір ғана айттық, молибден, одан бөлек алтын и уранды осылай не деген алуға болады екен, осы әдіс арқылы. Жалпы енді бұл бізде металдарды өндірудің ішінде гидрометаллургияның негізгі артықшылықтары бұл бізде шикізатты кешенді қолдану, яғни комплексті қолдану. Өнеркәсіп орындарында бұлар газ бен шаңның мөлшері төмен болады, бағанағы біздің пирометаллургияға қарағанда. И потом бұл жерде дайын өнімнің сапасы жоғары болады. Яғни алынған металдар не болады? Сапасы жоғары болып табылады екен. Кемшіліктеріне айтатын болсақ, бұлар енді көп сатылы процеспен жүреді. Яғни мына қарасаңыздар, ерітіндіге өткізесің, отып потом барып жаңа электролиз дейсің деген сияқты нәрселер бар да. Сонымен қатар бұдан шығатын заттарымыз не болады? Көбінесе зиянды болады екен. Ол зияны суға және де топыраққа бізге проблемаларды туғызады екен. Түсінікті ме? Осы нәрселерді біз не істеу керекпіз? Білу керекпіз. Осы артықшылықтарына 3 артықшылығы, сонымен қатар 2 кемшіліктерін біліп жүріңіздер. Жақсы ма? Жақсылап жазып аламыз. Келесі әдіс ол бізде электрометаллургия. Электрометаллургияның жүзеге асуы қалай жүреді дейтін болсаңыздар, ол металдардың ерітінділерін және олардың балқымаларын электролиздеу арқылы алады екенбіз. Енді біз бұл жерде біз сіздермен бірге не қарастырамыз уже? Электролиз әдісін қарастырады екенбіз, Электролиз әдісі. Электролиз әдісі арқылы біз көбінесе қандай металдарды аламыз десеңіздер, ол жерде біз көбінесе қандай алюминий, сілтілік металдар, сілтілік жер металдарды осы әдіс арқылы алынады екен. Өйткені бұл әдіс басқа әдістерге қарағанда өте таза әдіс болып табылады, және де бөлінетін металдардың несіне байланысты, белсенділігіне қатысты болады екен, тікелей қатысты. Өйткені бұлар реакцияға тез түсіп кететіндіктен бұлардың не болады? Алынған металдар тоже қауіпсіз жерлерге тез көшірілмейді. Тез көшірілмейтін болса, ол уже басқа заттармен реакцияға түсіп кетуі мүмкін, да? Вот осындай. Так, енді олар неден электролиз дейтін болсаңыздар, сол металдардың, яғни сілтілік болсын, сілтілік жер металдардың именно оксидтерінен, гидроксидтерінен және де хлоридтерінен осы заттарды бөліп алады екен. Так, енді осы жерде біз тағы бір нәрсе айтатын нәрсе, осы металдардың өнеркәсіпте қалай жүреді процесс, Мысалы, сілтілік металдар және сілтілік жер металдарды оларды көбінесе балқымаларын электролиз дейді. Мысалы, натрий хлоридінің қатты тұз ғой, кәдімгі үйдегі қолданады, сол тұзды алады да тоқ жібереді, электролиз әдісі арқылы. Сол кезде электролиз дұрыс қойын. Сол кезде бізде таза натрий бөлінеді екен да, яғни сап-сары бізде не бөлінеді? Сары жасыл түсті хлор газы бөлінеді екен. Яғни осы жерде бізде натрийді таза күйде бөліп алады. Дәл сол сияқты кальций хлоридінде тоже электролиз әдісі арқылы не істейді? Таза кальций бөледі және хлор газы бөлініп шығады екен. Ал енді гидроксид балқымасын алатын болса, мысалы, натрий уаш тоже бізде қатты күйде болады. Натрий уашқа мысал ретінде кротты елестетсеңдер болады, үйде кроттар бар болатын болса, сол жерде натрий бар. Натрий шығады, и оттегі шығады екен, и плюс 2H2O бөлінеді. Көрдіңіздер ма? Мінекей осылай.
жалпы мына реакциялар қалай шығып жатқаны туралы бұйырса бізде келесі сабақтарда осы туралы айтамыз. Бөлек электролиз деген тақырыпта біз қарастырамыз осының барлығын. Енді белсенділігі орташа төмен металдарды алу үшін олардың ерітінділерін қолданамыз. Мысалы хромның сульфатына не істейді? Электролиздеу арқылы таза хромды осылай бөліп алады. Дәл сол сәтте марганецтің сульфатына не істейді? Электролиздеу арқылы таза марганецті осылай бөліп отырады. Мына реакциялар туралы біз бұйырса келесі сабақтарда айтатын боламыз, міндетті түрде. Енді бұл әдіс негізінен өте белсенді металдар, яғни сілтілік, жер металдар, алюминий деген сияқты. Одан бөлек жалпы легирленген болатты өндіру үшін де қолданады екен. Бұл электрометаллургиялық әдістің ең преимуществоларының бірі бұл тазалығы жоғары металдарды алуға мүмкіндік береді екен. Көрдіңіздер ме? Вот осындай. Сонымен қатар бұлардың енді кемшіліктері де болады. Бір жағынан бұл әдісте қолданатын электролизге бізде не керек? Тоқ керек, дұрыс па? Сондықтан өте жоғары қуатты энергияны қажет етеді бұл бізде. Сондықтан да бұл қатты бір андай тиімді әдістердің бірі деп те айтуға келмейді екен, иә? Вот осындай. Давайте бір практика жасап жіберейік. Қазір мына жерде бір есеп бар екен. 1 тонна темір кенінің дейді рудасы берілген да, гематит берілген екен. H2O 38% қоспа екені белгілі болса, тотықсыздандыру үшін неше литр СО қажет дейді. Яғни осы жерде біз қазір не істейміз? Гематиттің құрамында бізде не бар? Жаңағы ферм 2O3 бар деп елестейтін болсақ, оның құрамында 38% ғана. Значит, 1 тоннаның ішінде қоспа ғой бізде 1 тонна. Қоспа деп алатын болса, соның 38%-ын ғана аламыз. 38%-ын ғана. Бізде 38%-ы қанша болады? Ол 320 болады, Яғни 1 тонна 1000 килограмм дейтін болсақ, 0,32 көбейтеміз. Сол кезде 320 килограмм шығады бізде. 320 килограмм. Оған біз не қосамыз? СО қосады екенбіз. Сол кезде бізде таза темір бөлінеді, и СО2 газ бөлініп кетеді. Теңестіреміз бұл әдісті. Так, мына жерде біз, по-моему, 2 қоямыз, мына жерге 4. Так, мына жерге қанша қоямыз? Так, теңестіретін болсақ, мына жерде бізде 3 валентті, 3, мына жерге 3 қояды екенбіз. Мына жерге 3 қояды екенбіз, 6 бұл теңесті мінекей. Енді мынау бізде 320 болатын болса, мынаның асты бізде 112, 48, 160, 320 болады тоже. 320 грамм бөлген моль, килограмм бөлген моль. Мынаның бізде несін сұрап отыр? Көлемін сұрап отыр. Асты 67-те 2. Сонда бізде X-іміз не шығады? 67-те 2 литр шығады екен. 67-те 2 литр. Мінекей, осылай біз не істейміз? Есепті осылай шығарып жүрсек болады екен. Оқушылар, ешқандай қиындығы жоқ, Кеттік ал. Келесі натрий өте белсенді металл, оның таза күйінде тек электролиз әдісімен ғана алуға болады. Таза натрий алу үшін 585 килограмм натрий хлоридінің балқымасын дейді. Балқымасын электролиз дегенде практикалық шығымы 90% болатын өнімнің массасы қандай. Енді натрийді біз не істейміз? Хлоридін электролиз дейміз. Сол кезде натрий бөлінеді и хлор бөлінеді, мінекей. Теңестіреміз и былай болады. Мынау бізде 585 килограмм дейді. Бізде мынаның массасын сұрап отыр. Өнім дегеніміз мынау бізде. Біз үшін x килограмм, x грамм, x килограмм, асты бізде болады 46, мынаның асты бізде болады 117, мен қателеспесем 117 болады. Сонда бізде мынау 5 есе көп шығады. X-іміз бізде 230 болады, 230 килограмм ол біз үшін теориялық масса, яғни 230 біз үшін 100% болады да, біз табу керекпіз таза пайызын, яғни қаншасы бөлінген екен. Сонымен бізде қанша болады? Так, 207 бола ма? 207 болады, қателеспесем. 207 болады екен, Калькулятормен тоже есептей салайық, чтобы не істемеу үшін 207 килограмм бізде не шығады екен? Таза өнім ретінде бөлініп отырады екен. Мінекей осындай есептер ешқандай қиындығы жоқ, біз шығарып жүрген есептер, құрметті оқушылар, ең басты айтатын нәрсе ол бізде не қалып кетпейміз. Бұйырса түсінбеген сұрақтар болса сразу сұраймыз. Келесі сабақта біз бұйырса электролиз деген тақырыпты қарастыратын боламыз, Тапсырмаларды жақсылап қалдырмай орындаңыздар.